Келесі 634-ші есебіміз қосуды орындаңдар дейді. 9 санына 8-ді қосатын болсақ 17 болады. 7-сін жазып, 1-ін ойға береміз. 4-ті 3-ке қосатын болсақ 7, ойдағымен 8. Енді үтірді түсіреміз. Одан кейін 5-ке 2-ні қоссақ 7-ге тең болады. 3-ке 2-ні қоссақ 5-ке тең болады. Сонда нәтижесі 57,187-ге тең болады екен. Келесі 2-нің астында 0 бар деп есептейміз. 2-ке 0-ді қоссаңыз, ол 2-ке тең болады. 0-ге 8-ді қоссақ 8 болады. 7-ге 1-ді қосатын болсақ 8 болады. Үтірді қоямыз, 7 болады. 7,882-ге тең болады екен. Келесі 9, 6, 4, үтірімізді түсіреміз, қосатын болсақ 11-ге тең болады. 11,469-ға тең болады екен. Келесі 2-0 жалғаймыз. Сонда 6-ға 0-ді қосатын болсақ 6 болады, 7 болады, 9 болады. Үтірді қоямыз, 5, 6. Сонда 65,976-ға тең екен. Келесі 635-ші есепте азайтуды орындаңдар дейді. 5 санынан 8-ді азайта алмаймыз, 9-дан көмек сұраймыз, 1 қарыз аламыз. Сонда 15-тен 8 алатын болсақ 7-ге тең болады. 8 қал, 8-ден 7-ні азайтатын болсақ 1-ге тең болады. 8 санынан 6 санын азайтсақ 2-ге тең болады. Үтірді түсіреміз. 22 санынан 5 алатын болсақ 17-ге тең болады. Сонда 17,217-ге тең екен. Келесі 6,100-ден 3,4 аламыз. Яғни 0 бар деп есептейміз. 7 санынан 0-ді алсақ 7-дің өзі түседі. 0-ден 4-ті ала алмаймыз. Қарыз сұраймыз, 10 болады. 10-нан 4-ті азайтсақ 6-ға тең болады. Үтірді түсіреміз. 1 қарыз ап қойғанбыз, 5 қалды. 5-тен 3-ті алатын болсақ 2-ге тең. Сонда 2,167-ге тең болады екен. Келесі 0 бар деп есептейміз. 0 санынан 3-ті азайта алмаймыз. 2-ден қарыз сұраймыз, 10. 10-нан 3-ті алатын болсақ 7-ге тең болады. 1 қалды. 2-ні таратамыз. Сонда 1-ден беретін болсақ 6 болады. 9, 9-дан 2-ні алатын болсақ 7 болады. Үтір қоямыз. Сонда 19 санынан 9 алатын болсақ 10-ға тең болады. Сонда 10,767-ге тең болады. Келесі 0 бар деп есептейміз. 1-ден қарыз сұраймыз, 10 болады. 10 санынан 4 алатын болсақ 6-ға тең болады. 9-дан 3 алатын болсақ 6-ға тең болады. 9-дан 2-ні алатын болсақ 7-ге тең болады. Енді 0 қалды. 0-ден 0 жетпейді. Қарыз сұраймыз, 10 болады. 10-нан 1-ді алатын болсақ 9-ға тең болады. Үтірдің өзін түсірейік. 6 қалды. 6-дан 0-ді алатын болсақ 6 санының өзі ғана алатын. Сонда 6,10,9,766-ға тең. Келесі 636-ші есептің біріншісін шығарайық. 8,10-9 қосылған 3,114. 0 бар деп есептейміз. 0-ге 4-ті қосатын болсақ 4-ке тең. 9-ға 1-ді қосатын болсақ 10-ға тең. 0 түсіп 1 ойда болады. Үтірдің өзін қоямыз. 8 санына 3-ті қосатын болсақ 11, ойдағымен 12. Сонда нәтижесі 12,104-ге тең болады екен. Келесі екіншісін шығарайық. 3,10-2 азайтылған 1,184. 0 бар деп есептейміз. 10-нан 4-ті азайтатын болсақ 6-ға тең. 1 жетпейді, 1 қарыз сұрамыз. 11, 11-ден 8 алатын болсақ 3-ке тең. 2 санынан 1-ді азайтатын болсақ 1-ге тең болады. Сонда 1,136-ға тең екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 7,194 қосылған 16,9. 0 бар деп есептейміз. 4 қосындысы 18-ге тең. 1 ойда. Қосындысы 13 ойдағымен 24-ке тең болады. Сонда 24,184-ге тең екен. Келесі
Төртіншісін шығарайық. 9,8 азайтылған 6,42. 0 бар деп есептейміз. Жетпейді. Қарсы сұраймыз. 10 санынан 2-ні алсақ 8. 7, 7-тен 4 алатын болса 3. 3-ке тең болады. Сонда 3,38 тең екен. Келесі 5-шісін шығарайық. 11,1 қосылған 5,432. Бүтін санның астына бүтін санды жазып қоямыз. 0 бар деп есептейміз. 0-ге 2-ні қоссақ 2, 3, 5, 16,536-ға тең екен. 532 екен ғой. 532-ге тең болады екен. Келесі 6-шісін шығарайық. 16,7 азайтылған 8,765. 0 бар деп есептейміз. 7 санынан қарсы сұраймыз. 10, 10-нан 5 алсақ 5-ке тең. 9-дан 6-ны алатын болсақ 3-ке тең болады. 6 қалады. Жетпейді. Қарсы сұраймыз. 16-дан 7-ні алатын болсақ, бізде 16-дан 7-іміз 9-ға тең болады. 15 саны қалады. 15 санынан 8 сан азайтатын болсақ, 7-ге тең болады. 7,1935-ке тең екен. Келесі 7-шісі. Жазып кетейік. 7,1935-ке тең. Келесі 7-шісі 3,178 қосылған 13,189. Қосындысы 17-ге тең болады. Бір ойда. Қосындысы 15, 16. Бір ойда. 6, 7 болады. 17. Сонда 17,167-ге тең болады екен. Келесі 8-шісін шығарамыз. 14,3 азайтылған 6,181. 0-ді қоямыз. 10, 10-нан 1-ді алатын болсақ 9-ға тең. 9-дан 8 алатын болсақ 1-ге тең. 2-ден 1-ді алатын болсақ 1-ге тең болады. 14-тен 6-ны азайтатын болсақ 8-ге тең болады. 8,100-ден 119-ға тең екен. Келесі 9-шысын шығарайық. 8,6 қосылған 7,345. 0 бар деп есептейміз. 5 болады, 4 болады, 9 болады. Қосындысы 15 болады. 15,945-ке тең. Келесі 13-шысын шығарайық. 5,103 азайтылған 1,147. Жетпейді. Қарсы сұраймыз. 5 санынан 13-тен 7-ні азайтатын болса 6-ға тең болады. 9, 5 болады. 4, 4-тен 1-ді алатын болсақ 3-ке тең болады. Сонда 3,156-ға тең. Келесі 11-шісін шығарайық. 9,135 қосылған 12,19. 0 бар дейміз. 5 болады. Қосындысы 2, 1, өтір түсіремін. Қосындысы 21, 22-ге тең болады. 22,125. Келесі 12-шісін шығарайық. 25,1 азайтылған 8,168. 0 бар дейміз. Қарсы сұраймыз. 1 болады. 2, 0 қалды. Жетпейді. Қайта қарсы сұраймыз. 14 болады. Өтірдің өзін қоямыз. 24 саны қалды. 24 санынан 8 алатын болсақ 16 болады екен. Сонда 16,142-ге тең екен.
Келесі 637 есебіміз. Есепке сұрақ құрастырыңдар және оны шығарыңдар. Жердің екінші жасанды серігінің массасы 508,3 килограмм. Екінші жасанды серіктің массасы 508,3 килограмм екен. Ал біріншісінің массасы одан 424,7 килограмм кем. Ал үшіншісінің массасы артық дейді. Үшіншісінікі 818,7 килограмм артық. Енді сұрақ қойық. Бірінші және үшінші жасанды серіктің массасы қанша деп. Ол үшін 508,3 килограммнан азатайық 424,7 килограммды. Бұл бізде бірінші жасанды серіктің массасы. Оның нәтижесі тең болады 83,6 килограммға. Бұл бізде бірінші жасанды серіктікі. Ал үшінші жасанды серіктікін табу үшін 508,3 килограммнан артық болса қосамыз 818,7 килограммды. Сонда нәтижесі тең болады бізде 1327 килограммға. Бұл бізде үшінші жасанды серіктің килограммы екен. Келесі 638 есебіміз. Пілдің салмағы 4,5 тонна. Су сиырдың салмағы пілдің салмағынан 0,4 тонна кем. Пілдің салмағы 4,5 тонна екен. Ал су сиырдікі осы пілдің салмағынан 0,9 тонна кем. Сонда 4,5 тонна азайтылған 0,9 тонна. Сонда нәтижесі тең болады 3,6 тонна. Бұл бізде су сиырдың салмағы. Аюдың салмағы су сиырдың салмағынан 2,9 тонна кем дейді. Сонда аюдың салмағын білу үшін су сиырдікі 3,6 тонна еді. Одан азайтамыз 2,9 тоннаны. Сонда нәтижесі тең болады бізде 0,7 тонна. Сонда аюдың салмағы бізде 0,7 тоннаға тең екен.